Good day, dear students. How are you? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Top Stars 4-ші сынып кітабы 74 және 75-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Exercise number 1. Тыңдап сөздерді айт деген. Wings. Wings ол бізде қанаттары. Tail құйрығы. Head басы. Exercise number 2. Mythical creatures. Мифтік жаратылыстар, яғни аңыз жаратылыс иелері. Pegasus бірінші. It is a horse. Бұл жылқы дейді. It has got big wings. Оның үлкен қанаттары бар. And a long tail. Және оның ұзын құйрығы бар дейді. It can run and fly. Ол жүгіре алады және ұша алады дейді. Екінші. The Griffin. It's an eagle and a lion. Ол бүркіт бір жағынан дейді. Және де lion арыстан дейді. Яғни арыстанның қанаты бар сияқты жануар. Яғни it has got a big head. Оның үлкен басы бар дейді. Big wings. Үлкен қанаттары бар. Және де a long tail деген ұзын құйрығы бар дейді. Келесі жануар the phoenix. It's a bird дейді. Ол құс дейді. It has got big wings. Үлкен қанаттары бар. And a long tail too. Сонымен қатар ұзын құйрығы бар. It can fly. Ол ұша алады дейді. Келесі үшінші жаттығу read and circle A, B and O, C. Бұл жерде қай құс туралы айтылып тұр, сөйлем соны қорша деген. Үшеуі туралы айтылған болса, үшеуінде қоршап жазамыз. Екіншісінен бастаймыз. It's a horse. Ол жылқы дейді. A жауабы дұрыс болады. Үшінші. It has got a big head. Оның үлкен басы бар дейді. Ол бізде B жауабы болады. Төртінші. It has got big wings. Оның үлкен қанаттары бар. Үшеуінде де үлкен қанаттар бар, иә? Бесінші. It's an eagle and a lion дейді. Ол бүркіт және де арыстан дейді. B жауабы болады. Төртінші жаттығу осы екінші тапсырмаға қатысты. Read and write true or false. Дұрыс болса сөйлем true деп жазамыз, қате болса false деп жазамыз. Екінші сөйлемнен бастаймыз. Pegasus can run and fly. Pegasus жүгіре алады және ұша алады дейді. Я дұрыс, сондықтан біз true деп жазамыз. Pegasus деген ол бізде жылқы. Үшінші, the griffin has got small wings. Гриффиннің кішкентай қанаттары бар дейді. False, қате. Төртінші, the griffin has got a long tail. True дейміз, себебі гриффиннің ұзын құйрықтары бар. Дұрыс бұл сөйлем. Бесінші, the phoenix is a bird and a horse. No, дұрыс емес. False деп жазамыз. Phoenix ол жай ғана құс, жылқы емес, иә. Алтыншы, the phoenix can fly. True, ол ұша алады шынымен де. Енді оқушылар келесі беттегі revision, қайталау тапсырмаларын орындайық. Суреттегі не жануар екенін аттарын жазып шығайық. Екіншісінен бастайық. Ол бізде eagle, бүркіт құс. Үшінші owl, ол бізде үкі. Төртінші бізде ол rabbit, қоян. Келесі екінші жаттығу. Read and complete with was, were. Оқып, was, were қайсысы болады, соны толықтырып жазамыз сөйлемді. Екіншісінен бастаймыз. The children were at the park yesterday morning. Себебі children деген балалар көпше түрде болғандықтан were қойылады. Үшінші, Талғат and Амир were at the new restaurant yesterday. Were қоямыз көпше түрде болғандықтан. Төртінші, Алина was at school yesterday morning. Was қоямыз. Келесі үшінші жаттығу listen деген, тыңдап және A немесе B нұсқасы қайсысы дұрыс болады, соны белгілеңіздер деген. Өкінішке орай оқушылар менде үшінші тапсырманың тыңдағым тапсырмасы жоқ болса, егер сіздерге көрсетер едім. Ендеше ары қарай төртінші жаттығуды сіздерге түсіндіріп кетейін. Бұл жерде о немесе деген сөз, and және деген сөз, but деген, бірақ деген сөз көкпен берілген. Сол сөздерді тиісті сөйлемге қойып жазыңыздар. Ендеше екіншісінен бастаймыз. There are tigers at the zoo, but there aren't any snow leopards. Зообақта жолбарыстар бар, бірақ snow leopards, яғни қар барыстары жоқ дейді. Үшінші, do you like dolphins or sharks? Сен дельфиндерді ұнатасың ба, немесе sharks деген, яғни акулаларды ұнатасың ба деген. Яғни бұл жерге о дегенді қойдық, немесе деген сөз.
Бесінші жаттығуды орындайық. Бұл жерде бас әріптерді қойып және де тыныс белгілерін дұрыс қойып сөйлемді жазып кетуіміз қажет.